Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ас адамның арқауы арнасы. Бүгін мен сіздермен бірге өте дәмді сочный болып шығатын гүл мантыны жасап, рецептісімен бөлісетін боламын. Алдыменен менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Бұл гүл мантыны жасау үшін алдыменен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, 2 жұмыртқа және тұз қосылған жылы су қажет. Жылы суымызды жайлап осылай құйып отырып, ұндарымыздың басын біріктіріп, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз өте қатты немесе өте жұмсақ болып қалмау керек, орташа етіп илейміз. Июін қандырып осылай жақсылап илеп алғаннан кейін, қамырымызды домалақтап, зуала жасап, пленкасіне салып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Тынған қамыр әдемі болып жайылады. Осыдан кейін енді мантыға қажетті салмасын дайындаймыз. Бүгін мен мантының салмасын пияз және тартылған еттен жасағалы жатырмын. Манты жасаудың ең күшті нұсқасы осы ет пен пияз деп ойлаймын. Еті мен пиязы өте мол болса, біздің мантымыз міндетті түрде өте сочный, өте дәмді, керемет болып шығады. Мен бүгін мантының салмасына 1 килограммнан кішкене асатын пияз алдым және оны осылайша ұсақтап, турап шықтым. Барлығын өте ұсақ қылып турадым. Енді оны пияздың үстіне тұзымызды салдым. Қара бұрыш салдым, кішкене шай қасықпенен, одан кейін қызыл бұрышын салдым, және де бұған кішкене кристаллик қосып жібердім. Сөйтіп осы салынған дәмдеуіштердің барлығын жақсылап, пиязымызды осылай мұжғылай отырып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырған кезде кішкене пияздың да суы шығып, пиязымыз да кішкене өліп, әдемі болып шығады. Осы пиязымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін енді үстіне етін саламыз. Мен бүгін жарты килограммдай тартылған етті қостым салмасына. Енді пияз бен етті осылай араластырып, жақсылап осылай араластырып, мұжғылап отырып, дайындап аламыз. Кішкене сұйық майда қосамыз, сочный болу үшін, әрі дәмді болу үшін. Енді осы қосылған өнімдеріміздің, дәмдеуіштеріміздің барлығын жақсылап араластырып аламыз. Неғұрлым көп мұжып, көп араластырсаңыз, соғұрлым салмасы өте жақсы болып шығады. Мінекей біздің салмамыз да дайын болып қалды. Бір шетке алып қоямыз. Енді қамырымызды илеп аламыз. Қамырымды 2-ге бөлдім. Кішкене-кішкене 2 зуала жасап қоямын. Біреуін пленкаға салып қойып қоямын да, екіншісін жаятын боламын. Қамырды қалай жаю керек екенін білесіздер. Кішкене ұнды себелеп отырып, қамырымыздың осылай саусақтың және жұдырықтың көмегіменен айландыра отырып, дөңгелек формасын келтіріп, осылай жаймалап аламыз. Жақсы тынған қамыр икемге тез көніп, әдемі болып жайылатын болады. Одан кейін оқтаудың көмегіменен осылай айландыра отырып жаямыз. Кішкене арасында ұн себелеп отырамыз. Жақсылап осылай жайып аламыз. Қамырымыздың 2 шетін осылай басып, қатты баспаймыз, жай басып отырып, жайып аламыз қамырымызды. Мінекей менің қамырым жайылып болып қалды. Жұқа әдемі болып, бір тегіс болып,
жайылды. Енді осы жайылған қамырымызды кесіп дайындаймыз. Мен ортасынан бөлдім қамырымды, екіге бөлдім, тура қақ ортасынан. Сөйтіп біреуін уақытша жинап қойдым да, екіншісін осылайша жалпақтау етіп кесіп шығамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Шамамен 7-8 сантиметрдей етіп жалпақтығын солай бөліп шығамыз. Енді осы кесілген қамырларымызды дайындаймыз. Алдыменен листімізге май жағып дайындап қоямыз. Одан кейін мынау қамырларымыздың үстіне кішкене май жағып шығамыз. Қолмен де жағуға болады, немесе осылай жағып шығуға да болады. Енді етімізді тура ортасына осылай қойып шығамыз, қамырымыздың ортасына. Аса көп салудың қажеті жоқ, орташа етіп осылай салып шығамыз, тура ортасына саламыз етімізді. Ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай және тез дайындалатын мантының түрі, әрі өте дәмді болады. Мінекей, ортасына салмасын салып болғаннан кейін екіге бүктейміз қамырымызды, сөйтіп шетінен осылай орап алып келеміз. Роза гүл секілді орап шығамыз. Сосын шетін бекітіп қоямыз, ажырап кетпес үшін. Келесін тағы да мұқият қарап алыңыздар. Осылай екіге бүктейміз және шетінен бастап осылай роза гүл сияқты орап шығамыз. Шетін тағы да осылай жақсылап бекітіп аламыз. Сөйтіп листімізге салып қоямыз. Барлығын осылай жасап шығамыз мантымыздың. Мантоваркаға қойғаннан кейін, листке қойғаннан кейін кішкене осылай мантымыздың бетіне май жағып қоямыз, құрғап қалмас үшін. Мантымыз әдем болып пісу үшін осылай қойып қоямыз. Алдын ала қойған суымыз мінекей қайнап жатыр. Енді осы қайнап жатқан судың үстіне мантымызды қоямыз. Сөйтіп мантымыздың бетін жауып қойып қоямыз. 45 минутта мантымыз дайын болады. Енді осы екі аралықта кішкене пиязымды, қызанағымды турап, мантының бетіне салатын тұздығын дайындап аламын. Мен бір пияз алдым да, оны жарты сақина етіп турап шықтым. Және де екі қызанақ алдым. Қызанақтарымды ұсақтап, шаршы етіп, ұсақтап турап шығамын. Осылайша турап шығасыздар. Сіздерге менің жасап жатқан мантым ұнады деген ойдамын. Сіздер де үйде осылай жасап көріңіздер. Өте керемет, сочный, өте дәмді болып шығады. Табамызға май құйып, майымыз қызғаннан кейін пиязымызды саламыз. Кішкене тұз себелеп қоямыз. Және қызанағымды қостым. Енді осы пиязбенен қызанағымызды жақсылап қозғап отырып, жақсылап қуырып аламыз. Мінекей, менің тұздығымда дайын болды. Мантымызда мінекей пісіп қалды, дайын болып қалды. Қараңыздар, қандай керемет. Тура раушан гүлі сияқты, ешқандай формасын жоғалтқан жоқ, өте әдемі болып пісті. Иісін қараңыздар, қандай керемет. Енді осы мантымызды жақсылап ыдысымызға, табағымызға салып, ортасына осылайша тұздығымызды қойып, дастарханға алып бара берсек болады. Қараңыздар, қандай керемет. Адамның көңіл күйін көтереді, соншалықты әдемі болғаны соншалықты.
жеуге қимайсың. Үйге қонақ келгенде де ұялмай дастарханға қоятын тағамның түрі, көрінісі де әдемі, эстетикалық жағынан қандай керемет, дәмі одан да әдемі. Үйдегі балаларыңыз таласа отырып жейді деген ойдамын. Сіздер де үйде осылай жасап көріңіздер. Егер сіздерге менің жасаған бүгінгі гүл мантым қатты ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да күшті керемет рецептілермен сіздермен бөлісетін боламын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше сау болып тұрыңыздар.